Демек бұл дәрісте біз фотоальбом үшін рамка жасайтын боламыз. Ол үшін 800-600 пиксель болатын құжат ашып аламыз. Және де бұл құжатта просмотр, көру және показать, көрсету, сетка деген неге қасиетіне птичка қойып қоямыз. Сол кезде бізге құжатымыздың ішінде сетка ашып көрсетіп береді. Және де бұл сеткаға мынау фигура құралының көмегімен тіктөртбұрыш деген нені таңдаймыз. Және де бұлайша тіктөртбұрыш сызамыз. Мынандай қалыпқа келтіріп, және де бұл суретті растрлейміз. Ол үшін жаңа слой панелінде бірінші жаңа фигура деген слойымызды таңдап, мышканың оң жағын басып, растировать слой, яғни слойды растрлеу деген команданы орындаймыз. Сол кезде біздің суретіміз жай ғана фигура болып қалады. Және де бұл суретте андай тіктөртбұрышты ерекшелеудің көмегімен бұлайша ерекшелеу жүргіземіз. Және де delete батырмасын басамыз. Келесі операция бізде жаңа фигура құралының көмегімен, бірақ шеттері шеңберленген тіктөртбұрыштың көмегімен жасалатын болады. Және де оның жаңа радиустарын, тіктөртбұрыштың радиустарын 5 пикселға келтіріп қоямыз. Сол кезде біздің құралым жаңа салынатын төртбұрышымыздың бұрыштары 5 пикселға қиғаш болып салынады. Бұлайша қалыпта салынатын болады. Және де бұл слойды да растрлейміз. Және де бұны Ctrl батырмасын басып тұрып, осы слойдың несіне белгісін алып келіп бір рет жерсек, бізге сол слойды ерекшелеп береді. Және де ерекшеленіп тұрған кезде бұл слойды көру несін алып тастап, бұл слойды көрсетпей кізеп қоямыз дағын, бірінші фигурамызға барып delete батырмасын басамыз. Сол кезде біздің суретімізде мынандай бостық пайда болады. Және де ерекшелеуді мынау курсор несінің көмегімен болмаса жай ғана былайша бірінші фигураны таңдаймыз, 2 деген фигурамызды таңдап алып, былайша оны былайша жазамыз. Және де бірінші фигураны таңдап, delete батырмасын тағы да басамыз. Сол сияқты осы операцияны бірнеше рет қайталаймыз, былайша неміздің шекарасына жеткенге дейін. Осылайша жаңа операцияны қайталау арқылы осылайша нәтижеге жетіп алып, одан кейін фигураны удалить деп өшіріп тастай саламыз да, ерекшелеуді өшіру үшін Ctrl-D батырмасын басамыз. Және де бізге енді сетканың қажеті жоқ, сетканы алып тастаймыз. Және де фигура деген құжатымызға 2 рет шерту арқылы біз оның жаңа стиль слоя, яғни осы слойдың стильдерінің қасиеттерін ашамыз. Және де тен деген нені таңдап, қасиетін таңдап, осы жерде біз суретке мынандай бір не береміз, сая түсіп тұрған эффект береміз. Бұлайша окей. Бізде мынандай бір кадр несіндегі рамка пайда болды. Бұл кадрға тағы да не беру үшін, кадрымызды әсерлі ету үшін біз текст құралын алып, және де оған мынандай мысалға бір 32 деген сан жазып, және де оны жасыл түспен бояйық. Және де оны осы 32-ші кадрдан 32-ші А кадрға ауысып атқандай не қалдыратын боламыз қазір. Тағы да текст құралымен мына жерге 32 А деп жазамыз.
және де фигура құралының көмегімен былайша мынандай бір стрелка несін фигурасын алып мына жерге былайша стрелка сызып қоятын боламыз. Біздің кадрымыз, рамкамыз сондай кадрдың несіне айналған сияқты болды.